Украина аспаны бүгінде тыншымай тұр. 30 қыркүйекке қараған түні Украина аумағы орыс әскері жіберген зымырандар мен дрондардың астында қалды. Украина қарулы күштері Ресей жағынан 3 ракета мен 73 дрон ұшырылып, әуе қорғанысы X-59-69 зымыраны мен 67 шахидті атып түсірді деп мәлімдеді. Орыс әскерінің кезекті соққысынан соң Украинадағы Запорожье қаласының қазіргі сиқосы. Ортасынан опырылған тұрғын үйлер бүлініп, жермен жексен болған ғимараттар мен от қоранып, тек қаңқасы қалған көліктер. Ресми дерек бойынша соққы кезінде 16 адам зардап шеккен. Құтқарушылар үйінде астында қалған тұрғындарды іздестіріп жатыр. Пошевелить ноги, чувствуешь? Ничего страшного, все нормально. Чуть-чуть потерпи. Я придавил один только руки. Это все, что мы видим. Женщина 35 лет плюс-минус. Көп ұзамайды құтқарушылар үйінде астында қалған адамды аман есен шығарып алды. Дереу жедел жәрдем көлігіне салып, ауруханаға алып кетті. На улице был пожар, машины горели. Далада өрт болып, көліктер жанып жатты. Әлдене жарылды. Анама барынша көмектесуге тырыстым. Адамдардан көмектесуді сұрап, құтқарушыларға қоңырау шалуды өтіндім. Телефонымды таппадым, ноутбугым да жоқ. Людям говорю, что помогли. Украина ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, Ресей Запорожье қаласына 13 КАП-500 бомбасын лақтырған. Соққыдан бірнеше тұрғын үйдің қабырғасы бұзылып, күл-талқаны шыққан. Көшеде тұрған ондаған көлік от қоранып, бірнеше жерде өрт болған. Вдалося врятувати 2 людей з-під завалів. Үйінділер астынан 2 адамды аман алып шықтық. Тұрғын үйлер мен азаматтық нысандарды бомбалап жатыр. Ресей, Харьков, Донецк және Сумына басқарылатын бомбалармен атқылады. Глуховта бірнеше баспана қирады. Ал Харьковте көп қабатты үйлер бұзылып, энергетикалық және медициналық нысандар бүлінді. Бұл Ресейдің күн сайынғы терроры. Орыс әскері Украинаға қарсы жүздеген басқарылатын бомбаны қолданып жатыр. Бұл ретте серіктестерге Украинаға алыстан ататын ракеталар көбірек керек екенін тағы ескерткім келеді. Ресейге қарсы санкцияларды да көбейту керек. Ресей Запорожье облысының өзге де аудандарын атқылап жатыр. Ресми дерек бойынша кешелі бері орыс әскерінің соққысынан 20 шақты үй бүлініп, күл-талқаны шыққан. Кейінгі уақытта Кремль Запорожье аумағын бұған дейін Харьковте қолданған басқарылатын бомбамен атқылауды жиілеткен. Қалада қираған ғимараттар мен жараланғандар жайлы ақпарат күн сайын тарайды. Бірақ Мәскеу әскери нысандарды нысанаға алдық деп, бейбіт адамдар өлімі мен азаматтық инфрақұрылымдардың қирауы жайында пікір білдірмей отыр. Кейінгі күндері орыс әскерінің Херсон мен Харьков облыстарына шабуылда үдей түсті. Херсон әкімшілігінің ресми мәліметіне қарағанда, өткен тәулікте Ресей жіберген зымырандар инфрақұрылымдар мен әкімшілік ғимараттарға түсіп, бірнеше елді мекеннің тұрғын үй кварталын жермен жексен еткен. Соңғы дерек бойынша 18 үй-жай мен газ құбыры, шаруашылық нысандар қирап, гараж, автобус пен көліктер өртенген. Жойқын жарылыс кезінде 12 адам жараланып, бір тұрғын қаза тапқан. Ал Харьков облысында Ресей жіберген бомбалардың бірі бұрынғы мейрамхананың ғимаратына түсіп, бір адам мерт болғаны хабарланды. Губернатор Олег Синегубовтың айтуынша, жағдай ушыққалы өңірден тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру қарқын алған. Облыс әкімшілігінің дерегінше 9 қыркүйектен бері Купянск ауданынан жүздеген адам эвакуацияланған. Ал бұл Покровск облысы. Орыс зымыраны жергілікті дүкендердің біріне құлап, жойқын жарылыс болған. Салдарынан бір адам қаза тапқаны хабарланды. Непонятно что. Оно хлопок был и все. Взрыв сильный был? Да. Здесь просто обычный себе магазин был? Да. Просто магазин был. Тұрғындардың сөзінше, дүкенге жол жөнекей жүрген жолаушылар тоқтап, керек жарағын алатын. Иесі ерлі зайыптылар. Құтқарушылар үйіндінің астынан әйелдің денесін тапты. Қалғандарын іздеп жатыр. Қызым еді, дүкенде жұмыс істеген, өлтіріп кетті. Жақсы адам еді. Артында 1 жасар ұл қалды. Өмір сүргім келмейді. Басқа ауылда тұрам. Кеше келем деп ем, шаруалар шыққан соң бүгін келдім. Қызымды көріп үлгермедім. Покровск маңында кескілескен шайқас жүріп жатқанына біраз болды. Құтқарушылардың сөзінше, мұндай шақыртулар күн ара болады.
цілять по житловим будинкам. Көбіне тұрғын үйлер, дүкендер мен әкімшілік нысандары нысанаға алынады. Меніңше, Украина жеріне келген орыс басқыншыларына жауынгер ме, қарапайым адам ба бәрібір сияқты көзіне көрінгенін атып, өлтіріп құртып жатыр. 29 қыркүйекте Украинада екінші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистер оккупациялап алған Киев түбінде 34 мыңға жуық еврейдің жаппай қырғынға ұшырағанына 83 жыл толған еске алу шарасы өтті. Оған Украина президенті Владимир Зеленский қатысты. бір 1941 жылдың 29-30 қыркүйегінде нацистер Киев түбіндегі Баби Яр жырасында мыңдаған еврейді атып өлтірген. Ер, әйел, бала деп қарамаған. Бұл нацистердің еврейлерді жаппай қырған алғашқы оқиғаның бірі. Шарада сөз сөйлеген Владимир Зеленский қайғылы оқиғаны Украинаға емес, әлем елдері естен шығармауға тиіс және мұндай сұмдық қырғынның қайталануына жол бермеуіміз керек деді. Ал раввиндер дұға оқыды. לנשמות ששת המיליונים שנתביעו ושנקברו חיים בגן Орыс әскерінің әуе соққысынан кейін Украинада қарап қалмады. Ресей қорғаныс министрлігінің мәліметінше, Украина қарулы күштері Ресейдің оңтүстігіндегі бірнеше аймаққа дронмен шабуыл жасаған. Әуе қорғаныс жүйесі Волгоград, Белгород, Воронеж, Ростов, Курск және Брянск өңірлері, Азов теңізі мен Краснодар өлкесінде қарсыластың 125 дронын атып түсіргенін хабарлады. Волгоград облысындағы Котлубань ауылы маңына да бірнеше дрон құлап өрт болған. Котлубаньда ірі оқ-дәрі қоймасы бар. Әзірге оның бүлінген-бүлінбегені жайлы ақпарат жоқ. Айта кетсек, бұл аумаққа жасалған алғашқы шабуыл емес. Қойма осыған дейін 2 рет, былтыр қарашада және биыл наурызда дрон шабуылына ұшыраған еді. Бірақ Кремль бұған қатысты ешқандай мәлімдеме жасамаған. Ал Воронеж бен оның маңындағы елді мекендерде түнгі дрон шабуылынан соң көп қабатты ғимараттың төбесі өртеніп, тағы бір тұрғын үйдің балконы отқа оранғаны хабарланды. Жергілікті билік зардап шеккендер туралы мәлімет бермеді. Астра телеграм арнасы Краснодар өлкесіндегі Ейск қаласында әскери бөлім мен аэродром орналасқан аумақта жарылыс болғанын жазды. Бірақ бұл ақпаратқа ресми түсініктеме берілген жоқ. Белгород облысында қауіп әлі сейілмегенін айтқан губернатор Украинаның кезекті соққысынан кейін жапа шеккендер бар деп мәлімдеді. Оның сөзінше аумақта жағдай әлі де ушығып тұр. Обстановка продолжает оставаться сложной. Ахуал әлі де күрделі. Кешегі соққыдан кейін 8 бейбіт тұрғын жараланып, 5 адам ауруханада жатыр. Олардың екеуінің жағдайы ауыр, өкінішке қарай бір адам қаза тапты. Белгород облысының тұрғындары мен өзімнің атынан туыстарына қайғыра көңіл айтам. 30 қыркүйек күні губернатор Гладков Белгород облысында кескілескен шайқас кезінде бір жауынгер қаза тапқанын хабарлады. Оның сөзінше солдат ауыр жараланып ауруханаға түскен, бірақ дәрігерлер өмірін сақтай алмаған. Бұл оқиғаға қатысты Украина әскері мен арнайы қызметі ешқандай түсініктеме берген жоқ. Әсемгүл Мұхитқызы, Азаттық.